миссиясыз да өмір сүруге болады, мәнді өмір сүруге болады. Енді өзіңді жоғалтып алу неден болатынын мен түсінбеймін. Тоқтықтан ғой. Енді жаңағы миссияны қалай табады адамдар? Жалпы ол табыла ма, табылмай ма? Өмірдің өрбісі өзі қай жаққа жүреді, соменен сол ағында болу. Өзім таппай жүрмін, сүйіктісім таппай жүрмін, миссиям таппай жүрмін деген сол бір шаршамай, выгораниясыз мен мотивацияммен ұрамын деп ойлайды ғой енді, сол үшін іздейді. Өзімнен мысал келтірейін. Шетелге шығу ол жұқпаған ризық ретінде берілмеген ана бір ләззат алу шетелде мысалы сізде мүлдем бөлек. Оның шарттарының бірі сені ояту керек деген нәрсеге келіп тіреледі ғой. Иә. Әкеме дәлелдеу дейді. Самурайда жол ғана бар дейсіз ғой. Біздің бақытсыздығымыз бақыттымын ба деп ойлануға уақыттың көп болғандығынан деп. 40-тан кейін адам өзін жасап жатқан ісіне мән беруінің өзі жеткілікті. Сен тауып алғаннан кейін барып әрекет жасамайсың, сен әрекет жасағаннан кейін барып табасың. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, бүгінгі тақырыбымыз бізде миссия тақырыбы. Әдеттегідей Тимекең екеуміз бірге жүргіземіз. Мен басын бастадым. Жалғастырыңыз. Ары қарай өзіңіз алып кетіңіз дейсіз ғой. Миссия деген жақсы ғой деп жазсаң мені. Миссия енді асеке жалпы бүгін сол нені тек. Қазір миссия деген қатты трендте ғой. Миссиям таппай жүрмін немесе сон жолында өзім жоғалтып алдым, өзім таппай жүрмін, өмірімде мән жоқ деген сияқты. Соған бір тоқталып жіберсек, миссия дегеніміз не жалпы? Сіздің ойыңызша? Деп керісінше сұрақпен жауап беріп жүрсің ба? Менің ойымша, жоқ, бүткіл подкастта байқасаңыздар осылай мен бағазет еткізеді. Бірінші ол қажет па жоқ па адамға? Негізі особо қажет нәрсе емес. Миссиясыз да өмір сүруге болады, мәнді өмір сүруге болады. Жалпы миссияда енді мен былай түсінемін. Біріншісі, мен бірақ сұрақ қоямын. Бір жолды таңдадың, сол жолда кетіп баратсың. Сол жолда өлім келді саған. И сен өкінбейсің ба? Сол жолда болғаныңа. Егер иә болса, онда жалғастыра беру керек. Ал Ескендір Бесаев ұстазымыздың миссияны табу кезінде мынандай 4 сұрағы бар қойған. Бірінші сұрақ егер ақшаң көп болса, қандай жұмыстармен айналысатын едің? Ақшаң жоқ болса, қандай жұмыстармен айналысатын едің? Өмірің ұзақ болса, яғни өлмейтін өмір сүретін болсаң, немен айналысатын едің? Өмірің қысқа болса, немен айналысатын едің? Осы сұрақтарға жауап беріп шық. Ортақ, яғни бәрінде шыққан ортақ несін өзіңе қоя саласың дейді. Енді миссия туралы кітаптар бар, жалпы не көп. Құбылмалы деп білем. 100%. Бірақ, онда финиш өзгермейді, жол өзгеруі мүмкін. Бір ғана қатып қалған жол жоқ. Мысалға, бір адамның миссиясы ол Алланың қасында ең жақсы құл болу. Яғни ол ең жақсы құл болу үшін не істеуі мүмкін? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сендердің ең жақсыларың өмірі ұзақ болған, және сол ұзақ өмірде пайдалы өткізген, яғни адамдарға пайдалы болған. Бұл бір вариант. Сендердің ең жақсыларың отбасыларыңа жақсы болғандарың. Отбасы ол ата-анадан басталады. Одан кейін бауырлар, әйел, балалар деген сияқты кете береді. Енді тізбек, иерархиялық формат исламда осылай. Одан кейінгісі, яғни хадистерде келген нелер, мысалы Құранды үйреніп, оны үйреткендерің. Бұның ішінде де көп нелер. Мен осылай түсінемін. Енді өзіңді жоғалтып алу неден болатынын мен түсінбеймін. Тоқтықтан ғой. Десің. Бұл мәселемен біршама келсем. Өйткені енді отбасылық кикілжіңдер біздің шаңырақта да айналып өтпей жатыр. Жалпы мен ол нәрсені әлеуметтік желіге шығаруды жөн көрмеймін. Ол менің интимный зонам, жеке шекарам. Өзімнің әлемде болып жатқан нәрсені мен бөліспеймін. Бірақ осындай бір шайқалыстар нелер болып жатқан кезде қызық болды. Көрейінші әлем не болып отыр деген кезде. Ең қызығы, әлемде ажырасуы коэффициент жоғары елдер, олар бай елдер. Кедей елдерде ажырасу өте аз. Мысалы бізде ажырасудың саны мысалға 50%, 60% болса, оларда керісінше 10%-ға да жетпейтін елдерді көргем. Сондай нелер бар да.
Yani бағана сіз айтып отқан тоқтық деген мәселеде. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Миссия сол сіз айтқандай енді өмірге не үшін келгендігін түсіну шығар, не үшін келгендігін, қайда бара жатқандығын деген сияқты. Бірақ жаңа құбылмалы ма, мен де сізбен келсем, миссия бәрінде болу керек па? Мен айтамын белгілі бір деңгейде жоқ. Бәрі кәсіпкер болу керек деген сияқты әңгіме сияқты көрінеді ше. Кейбір адамдардың мақсаты кішігірім болуы мүмкін, ол оған ләззат беруі мүмкін. Күнде таңертең оятады, не проблема деген сияқты. Алдында да ұстазымыз айтады, бір кісі келді дейді, ұстаз, маған бұл өмірде дым қызық емес. Өзімнің айлығым бар, жетеді, разымын, ешқайсыға ұмтылғым да келмейді, оқығым да келмейді, дамығым да келмейді, в общем нормально осы маған деген ғой. Біз ұстазымыз айтыпты, не деген бақытты адамсың деп ше. Біраз қазақтың ұмтылып жүрген осындай состояние ғой деп. Сондықтан адам жаңағы өзіне ұнаса, өзі бақытты болса, кішігірім нәрсеге, әркімнің бақыты әртүрлі ғой, және де әркімге ләззат беретін нәрсе басқаларға түсінікті болу шарт емес. Бірақ ләззат беретін нәрсе шариғаттың шеңберінде болу керек та. Айтса адамдар кете береді ғой. Сондықтан миссия бәрінде болатын шығар енді. Бірақ әркімдік өз деңгейінде, бәрінікі ұлы болу шарт емес деп алайықшы, бір үлкен мақсат деп алатын болсақ. Екінші момент, өзгере ма? Өзгереді. Өйткені 7 жасар баланың миссиясы білмеймін велосипед алу болса, енді сол сәтте арманы, үлкен мақсаты, миссиясы, өмірінің мәні деген сияқты. 30 жасар адамдікі басқаша болуы мүмкін. Нейробиологтардың андай зерттеуі бар, мида логикаға жауап беретін, шешім қабылдауға жауап беретін, ұзақ жоспарлай алуға жауап беретін префронтальная кора деген бар, мидың бір бөлігі. Кейбір нейробиологтардың айтуынша префронтальная кора толыққанды қалыптасып болады 25 жасқа таман дейді, немесе 25-тен кейін деп айтады. Получается 25-ке дейін кейбір мақсаттарымыз құбылмалы болуы, это нормально. Марғұлан ағамыздың да несі бар ғой, 7 жыл 10 жылдық бұрынғы подкастын көрсеңіз басқа миссия айтып отыр, қазіргі подкасттарда басқа миссия. Соколовский деген кісі айтады, сіздің подкастыңыз, ой, миссияңыз өзгеріп кеткен ғой деп. Марғұлан аға андай ғой, тілге шешен ғой, бұны өзгеріп кеткен деп айтады, бұны ұшталған деп айтады дейді. Бұны анығырақ болған дейді. Бірақ логически несін қарасаң, бір ұшталған шығар, бірақ сәл басқашалау болып көрінеді. Екінші момент, не айтайын деп едім. Осы жерде сұрақ туындайды. Енді жаңағы миссияны қалай табады адамдар? Жалпы ол табыла ма, табылмай ма? Қазір бағана екі нәрсеге қатысты нені жазып алайын деп жатқанмын ба. Біріншісі Марғұлан ағаның сөзіне қатысты. Мен подкастта ол кісінің мынандай бір сөзін тыңдағанмда, қателеспесем сұрақ, өмірді енді қалай жалғастырасың деген секілді маған алып келді. Ол кісі айтады да, бір жылым экономикаға әлемде, бір жылым табиғатта өтті. Алдағы жылым қалай болатынын мен өзім де білмеймін деп айтады да. Яғни адам бір нәрседе қатып қалмауы керек екендігіне дәлел ретінде егер көрсететін болса, осындай кісілердің де өзіндік ұстанымдары бар да. Яғни өмірдің өрбісі өзі қай жаққа жүреді, соменен сол ағында болу. Екіншісі, бағана айтқандай, ол миссияда жалпы бандай адамның ләззат алу түрлері әр адамда әртүрлі ғой. Ол да бір риск негізі. Әрине. Мысалға, маған өзімнен мысал келтірейін, шетелге шығу ол жұқпаған ризық ретінде берілмеген ана бір ләззат алу шетелде. Мысалы сізде мүлдем бөлек. Мысалы сіз шетел сапардың қиыншылығына дайын бола аласыз. Мысалы маған сапардың қиыншылығынан үйде жатқанның ләззаты әлдеқайда артығырақ. Әркімге әртүрлі ол нәрсе. Енді осы жерде бағанағындай нюанстар шығады. Мен мысалға сіздің әлеуметтік желіде сапарға шығып жүргеніңізді көремін да. Не азап дейсіз ба? Жоқ. Мен де сол нәрсені жасанды түрде қалай бастаймын ғой. Мысалы мен бұрын маған қызық болатын кеткен кезіңізде бүйтіп қарайтын. Кейін іште екінші сұрақта менде әлі күнге дейін ол сұрақ бар. Не азап, не керек деген сияқты мысалға. Мен оны өзіңізге де айтқам, сіз жоқ кезде де мысалға айтатын команда Темірлан ағанда кеттім де не азап екен деймін да мысалға сол жаққа барған. Енді ол әр адамның ләззат алуы әртүрлі. Мысалы маған Асекең жататын жері қандай еді? Түркиядағы Бодрум, менде сол сұрақ қой. Бодрумда не бар деген ше? Қанша жыл бойы? Бодрумда не бар? Енді әркімге әртүрлі. Сол қызығын айтып жатырмын да. Біреулерге анда активный ұнайды, біреулерге пассивный ұнайды, біреулерге тың нәрсе ұнайды, біреулерге бұрынғы комфорттан стресс керек емес деген сияқты. Мысалы маған қыстың күні қыстың ауасында балшыққа батып көкпарда жүрген ұнайды. Мысалы қыстың күнінде киім ауыстырған кезде бір ұйқыңды ашып аласың да, кәдімгі бүткіл киім шешесің, бүткіл киімді киесің. Сондай тұстары бар.
То есть бұл нәрсе адамда ана өзімді жоғалтып алдым деген нәрсе әр адамға осылай еліктеуден шығады деп ойлаймын мен өзім жекенемді көзқарасымда. Мысалы мен сізге қараймын, сіз Темірлан шығып жатыр, мен де шығуым керек деп шығып көремін, болмайды. Пәленше бандай мысалы Марғұлан Сейсенбай қалталы азамат, ол өмірді түсінген адам. Охотада жүр деген сияқты. Охотада жүр, табиғатта жүр, жабайы табиғатта жүр. Бәлкім сол керек шығар деп, яғни әркімге бір еліктеу. Бұл адам өзін тыңдамаудан келіп шығатын шығар. Осы жерде онда бір нюанс андай не шығады. Түйін ретінде получается миссия дегеніміз, немесе миссия деп бір үлкен алмай ақ қойып, бір үлкен мақсат деп алайық, түсінікті болу үшін. Оның шарттарының бірі сені ояту керек деген нәрсеге келіп тіреледі ғой. Иә. Сені ояту керек, сені возбуждать ету керек. Осы жерде менде бір мынандай қателік болатын. Енді маған консультацияға немесе жаңағы гэллап адамдар келген кезде, сен өмірлік мақсатың қандай деген кезде, бір шәкіртімде болған, әкеме дәлелдеу дейді. Одан тағы бір кісі де болды, ол жастау, енді жастау 19-да ма 20-да ма, менің өмірімнің мәні ол ақша деді. Сөйтіп Марғұлан Сейсенбайға тойып алған тәкең жібереді ағы жерде уағызда. Субханалла, қайдағы ақша, сен мақсатты бақытты болуға қой деп ше. Сөйтіп ана кісі соңында бақыттың не екенін түсінген жоқ, не ақшаға қимылдамай қойды ғой. Қазір мен андай позицияға өткем. Екі харам келсе азырағын таңда дейді ғой. Қазір мен андай нәрсеге өткем. Ол мүлдем әрекет жасамай қалғанға қарағанда мен айтамын, ақша ма? Давай тапит ет. Бірақ ол түсінеді, бәлкім бір 5 жылдан кейін, 7 жылдан кейін, жеткеннен кейін барып қызықсыз екендігін немесе бір депрессияға кіруі мүмкін, бірақ оған жетпейінше ол нәрсені түсінбеуі мүмкін да, және де мүлдем әрекетсіз қалып қалуы мүмкін. Сол сияқты бұл жақта шарттарының бірі, енді бір танымал кісілер бар, оған біздің ұстазымыз айтып еді, бір жылдың ішінде 8 рет миссиясы өзгеріп кетті дейді да. Мен соны алғаш естіген кезде андай ол енді бүйтіп идеал тұтып жүрген кісі мен айтамын, қалай ол бір жылда 8 рет деген сияқты да. Сол кезде анау қайтадан жиі айтатын нәрселеріміздің бірі дұрыс емес деп емес, бір работать не работать, яғни жұмыс жасай ма жасамай ма, мен оятам оятпай ма, маған күш бере ме бермей ма деген сияқты. Әр жасына сай бір күш беретін нәрселер болуы мүмкін, қайтадан бірақ шариғаттың шеңберінде это нормально деген ғой. Яғни ояту шарт ең біріншісі қорыта келгенде. Адамға әсер ету керек ол нәрсе. Одан кейін екінші мәселе ол сенің өмірің, ол өмірің жетпеу керек ол нәрсені аяқтауға. Сол жолда болу керек та адам. Ол мақсат, егер мақсат пен миссияның айырмашылығы сонда да, мақсатқа қол жеткізесің, миссия ол жол. Сол жолдағы мақсаттар, сол жолдағы аялдамалар мысалға. Солай қабылдап алса дұрыс болады. Самурайда жол ғана бар дейсіз ғой. Бұл жерде қызық бір зерттеу бар, парадоксальный нәрсе, қайтадан адам қол жетпейтін нәрсеге андай ғой, бір логика жоқ қой, не үшін ол жаққа бару керек деген сияқты. Бірақ керісінше адамның табиғаты сондай, қол жетпейтін нәрсеге немесе қиын нәрсеге қарай ұмтылады. Адам күрделілікке адамның табиғаты сондай, қиындықты еңсеруден ләззат алады ғой, оны түсіну керек. Оған кәдімгі неше түрлі адамдардың да, үлкен ер азаматтардың немесе балалардың да зерттеу бар. Балалар ойын не үшін ойнайды? Қиын болған үшін ғана. Қиын болмаса ойнамайды. Сол үшін кішкентай балалар шамасы келмесе де бір өрмелемейтін жерге өрмелеп барады, ой деп артынан жүгіріп жүресің, онда құлап қаламын бүйтем. Ол сол қиын болған үшін ғана оған қызық. Оған қиын болмаса қызық емес болып қалады. Біз өзіміз мысалы компьютер бірден ойнаймыз ғой, қиын болған үшін ғана негізі. Турдан турға өтесің, бір главарьға барғың келеді, соңында жеткің келеді, бүйткің келеді деген сияқты. Сондықтан адамның табиғаты сондай, қиындықты еңсеруден ләззат алады да. Сондай ойынды өшіріп тастадым біреуін, жеңіл болып кетті. Сондай жеңілдік. Енді бұл жерде екінші мәселе бар. Миссия тақырыбы неге қатты ауқымды болып кетті? Не үшін тренд болып кетті деген сұрақ. Менің ойымша. Бұл жерде менің ойымша не үшін хит болып кетті? Өйткені не ғой? Біз енді Маслоу пирамидасы деп аламыз, енді оны пирамида емес спираль деп айтатын шәкірттер сөйтіп айтады, негізі ол тоже өзгеріп тұрады деп ше. Бірақ пирамида деп алатын болсақ, ол сол біздің базалық қажеттіліктеріміз жабылғаннан кейін шығар. Өйткені биткеннің үстіндегі уже миссия, мән мағына дегенге кетіп қалып жатырмыз да. Бұрынғы адамдардың миссиясы білмеймін, енді бір аман қалу болса, бір тигрға желініп қалмау немесе соғыстан соғысқа бармай қалу деген сияқты миссия болса, немесе соғыстан аман қайту елге деген сияқты. Қазіргі біздің ондай мұқтаждықтар немесе сондай қиыншылықтар болмағаннан кейін де миссия деген тақырып көп қозғалып кетіп жатқан сияқты. Одан кейінгі мәселе, енді ана цитата бар ғой, философтың, біздің бақытсыздығымыз бақыттымын ба деп ойлануға уақыттың көп болғандығынан деп. Қол бос жатамыз, аяқты көтеріп қойғанбыз, еще құр бос болмай адамдармен салыстырамыз, сіз айтқандай, ананы көресің, мынаны көресің, содан кейін бір сезім пайда болатын сияқты. Иә, бағана еді
біз мына газды соңына дейін басамыз ғой көлік айдағанда ер адамдар. Сол жерде мынандай бір қызық нәрсе бар да, не үшін соңына дейін басуға тырысамыз, не үшін ана соңын көргіміз келеді ғой. И соны көрген кезде адам ләззат алады да. И жалпы әйел адамдардың психикасын мен өзім қатты түсіне бермеймін. Ер адамдардың психикасында мынандай нәрсе бар да. Енді түсіне алмайтын нәрсем түсіне алмаймын, андай маған не дейді ол белгісіздік ретінде. Red flag болып кетсеңіз, Асекеде жүріп отырсың. Жоқ енді жоқ андай қалай мен қабылдамаймын деп жатқан жоқпын, түсіне алмаймын деп жатырмын да. Өйткені құбылмалы екенін білемін, бірақ ол басқа мәселе, оны түсіндіруге уақыт кетіп қалады. Жалпы бір нәрсені соңына дейін апарған кезде ер адам андай алады, ләззат алады. Достигаторство ма? Мақсатқа жету сияқты. Мысалы, білмеймін, бір кітапты қызық болмаса да соңына дейін оқу, анау кітапты өзін күштеп оқып отқан кезіндегі қиыншылықтан жоғарырақ ләззат алады аяқтаған кезде. Пайдалы ма, пайдалы емес пе, ол басқа мәселе. Мәселе бағана істі соңына дейін жеткізу да. Бізде көбінесе сол ғой, істі соңына дейін жеткізбей, қиыншылық туындаған кезде төзімділіктің аздығы шығар, андай артқа қайта салу деген сияқты да. Мен де мысалға кітап жазатын кезде бұл болған. Жазам, өтпейді, өзіме өтпейді кітап. Қайттан. И сосын бір ментордың бір күшті сөз айтты. Ол саған ютубтағы сабақ емес, қалаған кезінде өшіріп тастай салатын, ол жазба күйінде қалады. Сол үшін ойланып жаз деді. Сен оны қалаған уақытында өшіріп тастай алмайсың деді. Құдай біледі қанша ғасыр тұратындығын да білмейміз да. Егер мен бір ақымақтықты жазатын болсам, менің ақымақтығымның белгісі қанша уақыт тұратынын өзімде білмеймін. Әлеуметтік желідегі платформа емес деген сияқты да. Бірақ соңына дейін апаруға тырысын. Алғашқы 3 кітап, 4 кітап қиын болды. Кейінгілері ләззат бере бастады. Соңғылары жүйе бере бастады. То есть былай қарасаң, кез келген процесс осылай жүреді деп ойлаймын. Яғни алғашқысы қиын болады, одан кейінгілері ләззат береді. Екінші этап, үшінші этап ол саған не береді? Жүйе бере бастайды. Мысалы мен бұрын қалай істейтінмін? Бұрын жазам, кейін барып оны өзім редакция жасаймын. Қазір жазып отырып редакция жасап кете беремін. Жазып отырып, мына жер былай болу керек, мына былай болу керек деген сияқты уже андай логика қалыптаса бастады. Істің әдісі қалыптаса бастады да. Бірақ басында бұл нәрсеге жету үшін айтайын ба, аударғандарым бар, өзімнің жазғаным бар. Жалпы былай клавиатурамен жұмыс жасағанда 12-ші кітапта мен өзіме келдім. Бірақ оған дейін тоқтаған жоқпын. И бұл нәрседе команданың да әсері болды, тоқтамауыма. То есть кітап жазып жатырмын десем, бұлар қуанды. Давай, жаза бер, кедергі болмаймыз. Керісінше жағдай жасап беруге тырысты. И солай қазір бір жүйеге түсіп алдым да. Ол неден шығып кетіп жатыр? Бұл бағанағы неден. Кітап жазғанмен мақтанайын дегенде қойсаңызшы деп. Нені сутті жоғалтып. Соның жолында до конца бару мәселесі ма, аяқтау жету мәселесі ма? Адам өзін не үшін жоғалтып алады? Өйткені ол әр істі түртіп көре береді, соңына дейін апармайды. То есть егер адам соңына дейін бір істі апаратын болса, ол ләззат алады. Екінші рет, үшінші рет. Яғни біріншісі ол сәт, андай удача болуы мүмкін, сәттілік болуы мүмкін. Екіншісінде ол андай навык деп айтайықшы. Навык пен умение. Айырмашылығын қалай білесіз? Навык пен уменияны қалай айырып бере аласыз? Навык пен умение. Уменияның қазақшасы қалай болады? Аударылмағаннан кейін орысшасын айттым ғой. Анда ғой, енді бірдеңкені білу деген нәрсе бар, екінші істеу деген нәрсе бар ғой. Істеуге қабілет көмектеседі. Оны сен құр миыңда біліп, бүйтіп сызып, картинаны білу. Енді велосипедтің не екенін білуі мүмкін, бірақ айдамауы мүмкін деген сияқты әңгіме ғой. Айдаушы қабілет керек. Мен дұрыс түсіндіре алмағаным үшін сізге сұрақ қойдым ғой. Мен бұны өзімде білемін да, логикада қалай екендігін. То есть осылай жүреді да. Иә, бұл әдемі мысалы мақсат үлкеніне қою мүмкін, бірақ сенің қабілеттерің оған жетпесе, тоже ренжіме деген сияқты әңгіме да. Иә. То есть бұл жерде бандай бірінші удача болады,
болуы мүмкін, ол неудача, екіншісі умение болады, одан кейін барып үшіншісі навык болады да. Яғни бір нәрсенің бірнеше рет қайталанғаннан кейін барып ол адамға қабілет болады. Ал сенің қабілетің ол миссияның жолында ең керекті нәрселердің бірі да. Осы жерден сұрақ туындайды, қалай табады миссияны? Бағана айттыңыз 4 сұрақ. Тағы қандай жолдары бар бір оңай сіз білетін? Икигай деген бар. Одан кейін тағы егер икигаймен тапқанда біраз адам тауып кететін еді осы күнге дейін. То есть ол андай да. Жоқ, бұл жерде икигай мәселесінде де оны спираль деп береді, соны ескере салайыншы. Икигай деген бәрі андай бір қатып қалған деп нетеді ғой. Жоқ, ол да 30 жасында басқаша шығуы мүмкін, 25 жасында басқаша деген сияқты әңгімені ескеру керек та. Андай. Ау. Жоқ, мынандай нәрселер бар да. Мысалға бір дәрі сізге маған екі түрлі реакция береді. Мысалы маған ол аллергия беруі мүмкін, сізге пайдалы болуы мүмкін да. То есть әдістер көп. Жұмыс жасайды, жасамайды ғой бағанағы айтқандай. Соған келеді. Енді қарапайым бір ғана жолы десе, бір ғана жол жүре табасын болды. Әрекет ету. Әдемі. Әрекет етумен сен өзің андай бір неңе түсесің. Қалай түсіндіруге болады? Рельсіңа. Иә, өзің рельс, бірақ ол үшін еңбектену керек. То есть сен нең әрекеттің саны көп болу керек. Бір тақырыпта емес, бірнеше тақырыпта. Мысалға мен Өзбекстанда бір кісіні білемін, Өзбекстанда да Қазақстанда бар ондай кісі. Ат саласында, көкпар саласында ол кісі өзі айтады, мен көкпарға дейін неше түрлі нәрсе жасап көргенмін дейді. Қымбат көліктер мінгенмін, мысалы бұрын Ташкенттің Өзбекстан саясатында қымбат көлікті екінің бірі міне алмайтын болған. Ақшаң болса да иномарка кіргізу ол өте қиын нәрсе еді. Сондай кезде олар мерз кіргізіп жүрген ғой, ең алғашқылардан болып. Ананы көрген үй соңында ол көкпарға келген кезде тоқтаған. Өзі айтады, әкем өлетін кезінде айтты дейді, балам мен бір нәрсеге қонам деген ғой. Неге десе, сен өмірде өзіңнің орнын тапқанға қонам деген ғой. Сен көкпарға келіп тұрақталдың деген да. Көкпарға емес, ат саласына келіп. Ат ұстау, ат бегілік. Бірақ ол ат бегілікке қаншада келген айтайын ба? 45-те келген. Менің есебім бойынша ол өзінің осы жолда мен орнымды таптым деген түсінікке 45 жасында келген. Біз 20 жаста әлі қанағат. Бұл жерде ондай ерік берсек қазір кете бермей ма адамдар? Кейбір 60-ға дейін, 70-ге дейін, 100-ге дейін, 80-де өзім таппадым деп отыра бермей ма? Кете береді. Бірақ онда ол белгілі бір жасқа келгенде тоқтау керек, бар нәрсені сүй алу керек деген уақыт неге өткенбіз ба позицияға? Жоқ, ол финансовый жағдайдан келіп шығады ғой. Сол финансовый жағдай жоқтарды айтып жатырмын да. Ол мысалы кейбіреу ерік бере алуы мүмкін, финансовый жағдай болған. Иә, финансовый жағдайға ол кісіде болды. Егер сен финансовый жағдайға ерік бере алмайтын болсаң, менің ойымша, енді менің көзқарасым бойынша 40-тан кейін адам өзін жасап жатқан ісіне мән беруінің өзі жеткілікті. Андай мән деп ғой, мағына берудің өзі жеткілікті деп ойлаймын. Онда сізге толықтыра кетейін. Мынандай нәрсе бар. Мен енді кеңес беретін кезде өзім таппай жүрмін. Енді сол бір ұштасатын тақырыптар ғой, өзім таппай жүрмін, сүйікті ісім таппай жүрмін, миссиям таппай жүрмін деген сол бір шаршамай, выгораниясыз мен мотивацияммен ұрамын деп ойлайды ғой енді, сол үшін іздейді. Оның түсінігінде андай, мен қазір бір сүйікті ісім тауып алсам, немесе миссиям тауып алсам, соның жолында бітті бір 80-90-ға дейін айырамын деп, это так не работает ол. Сөйтіп қана ойлайды жайша адамдар. Бірақ бұған көмектесетін нәрселердің бірі бағанағындай сұрақтар. Ақшам көп болса немен айналысушы едім деген сияқты. Бірақ бұл жақта ғалымдарымыз айтады, саяхатпен не жатпайды дейді, қайырымдылық. Өйткені оның өзінен адам жалқып кетеді негізі. Оның өзі жататын болса, онда білмеймін, ол хотя бы қазір гид болып па, бірден көп кіріп алу керек деген сияқты ғой, немесе бізге құран қызметкер ерікті болып қалай жарнама жіберіп отырса. Екінші мәселе, ең оңай жолдарының бірі Стивен Ковидің несінде бар, 7 навыков высокоэффективных людей деген кітабында береді. Точка Б-дан секіртуді үйретеді ғой ол кісі. Яғни сен өліп жатсың дейді, сені көміп жатыр, сөйтіп олардандай бар ғой, бір американдықтарда қара костюмін киіп соңында бір сөз сөйлейді деген сияқтыша басында тұрып. Сол кезде сен адамдардан қандай сөз естігің келеді, сен сол жақтан қарап тұрсың өз өзіңе төбеңнен, сол әрекеттерді қазір жасай бер деп айтады. Бұл ең оңай жолдардың бірі. Орысшасы қалай еді, яғни точка Б-дан бері қарай секіру. Одан кейінгі нәрселердің бірі табуға көмектесетін, жаңа сіз айтқандай, өзіңнің сүйікті ісіңді табу немесе миссия табу, үлкен ұлы мақсат табу деген бұл белгілі бір деңгейде талғамның қалыптасуы сияқты ғой. Қазір адамның алдына 5 тамақ беріп, қайсы дәмді десе, ол
түріне қарап айта салуы мүмкін, меніңше мынау дәмді деген сияқты. Бірақ мен дәмін көргеннен кейін мынаның дәмі жаман ғой десе, ол айтуы мүмкін, тәке мен дәмін көрмедім деген сияқты. Бірақ ол бесеуін де жеп көрсе, ол айта алады да, тәке мынаның түрі онша емес, бірақ ең дәмдісі мынау мен үшін, осыны көріңізші деген сияқты. Сол үшін оның табу жолында сіз айтқандай әрекет пен эксперимент керек. Бір ретте бір кісі келді маған, 4 вариант бар дейді, қай жұмысқа барарымды тәке білмей жатырмын, шешім қабылдауға көмектесіңізші дейді, қандай десем мынау деп айтып жатыр. сосын болды, мынадан бастап көре берсеңізші десем, мен қазір оған барам, бүйтем сөйтіп 3-4 ай жүргеннен маған ұнамай қалсашы дейді да. Сосын мен айтамын, хотя бы ұнамайтынын түсінесің деп жатырмын да. Сосын үйде жатқаннан неше болды десем, примерно бір 4-5 ай болды дейді. Мен айтамын, 4 айда кемі 2 айдан 2 жұмысты көріп керек еді деймін да. Болмаса 2 вариант қалады деп жатырмын ғой. Сол үшін де талғам қалыптасу және дәмін көру. Бірақ дәмін көру деген кезде бұл жақта андай емес, мысалы, маған медицина ұнай ма, ұнамай ма, немесе фармацевтика ұнай ма, ұнамай ма түсіну үшін сен Асфендияровқа түсуің шарт емес. Білмеймін, бір туысқандардың ішінде әйтеуір бір аптекаға барып, әпке қасыңызда 5 күн складта тегін жүріп берейінші, мен просто ішкі кухняны көруім керек десе, немесе бір туысқан тауып, сондай мағынада айтып отырмын, дәмін көру деген сияқты. Сол үшін уақыт беру и тест жасау. Яғни миссияны точка А деп емес, точка Б деп қарау ғой. Сен тауып алғаннан кейін барып әрекет жасамайсың, сен әрекет жасағаннан кейін барып табасың деп қараған дұрысырақ шығар. Және де оның жолында бір жаспен қою керек дедлайн, бір жауапкершілік өте үлкен болмағанға дейін ананы көр, мынаны көр, әңгіме жоқ, тест жаза, жастық шақ қой енді ол. Бізде жастардың өзі андай болып кеткен, енді бізде жаспыз ғой. Бірақ біз 30-дан асып кетсек, бір 33-32-деміз ғой. Анда 20-25 жасарлардың өзі андай бір аталар сияқты ойланады, андай бір рискқа барғысы келмейді. Бүйтіп бір ой ол керек па, керек емес па деген сияқты. Ғалымдардың айтуынша адам қай кезде бақытты болады деген кезде әр жасында сол жастағыдай өмір сүрсе деген ғалымдарымыз бар. Яғни сен 7 жасарсың ба немесе 5 жасарсың ба, сол 5 жасар сияқты өмір сүру керек қой. Бұзық болып, еркелеп, бір тест жасап, қырсығып деген сияқты. 18 жасарсың ба, 18 жасар сияқты бір жастық максимализм тасып тұр, ойланбай бір косяктарға кіріп қоясың әйтеуір, соны қайтадан шешесің деген сияқты. Бірақ біздің қателік қандай? 40 жасарлар 18 жасар сияқты жүр, 18 жасарлар 40 жасар сияқты жүр да. Сондықтан себебі олар 18 жаста 18 жасының өмірін сүре алмағаннан кейін 40 жасқа барғаннан кейін қайтадан мына жаққа қайтады. Жүз%. Сол үшін де байқасаңыздар, бұл жаққа тағы бір маркетинг қойды, Prada бар ғой, Land Cruiser Prada Toyotаның. Бүткіл жарнамасын қараңыздаршы, ішінде жас жігіт костюм шалбармен бүйтіп бір 25-27 жасар жігіт отырады да. Бірақ Pradаны көбіне салады біздің әкемізбен жасты адамдар. Анау незакрытый гештальт қой, жастық шағында алынбаған Pradада, соған береді да рекламасында ша. Сосын көбіне біздің жастағылар ақшасы бар жүрнелер, күшті отельдер көп болса да Қазақстанға барады ғой 25 жасқа жастық шағындағы анау незакрытый гештальт соны қайтадан бір 18 жасын өткен сыртынан көріп арман болған ғой анау. Сол сияқты бір уақыт беру, сол уақытта тест жасап көру, дәмін көру, ананың да, мынаның да, ол таппасаңыз да хотя бы варианттардың санын азайтады. Бірақ бір жасты бекітіп қою, білмеймін 30-ға дейін деп, мына жақта біреудің 6 баласы бар, әйелі бар, ата-анасы бар, үйде асырау керек, ол мен сүйіктісім таппай жүрмін, миссиямды іздеп жүрмін деп жүре бермейді ғой. Ол кезде уже сіз айтқандай дұрыс сол істеп жатқан нәрсені сүйе алу керек болады. Одан кейінгі момент мен миымда былай бөліп алғам. Сүйіктіс ақша келетін істеп бөліп алғам. Мен ақша келетін іс сүйіксіз болса да істеуге дайынмын да. Өйткені сүйіктіс әрқашан ақша келе бермеуі мүмкін. Маған мысал айтайын, білмеймін, тауға шығу ұнауы мүмкін, бірақ тауға шықса мен гид болуға болады әрине, бірақ ол мен қалағандай ақша келмеуі мүмкін деген сияқты ғой. Сондықтан маған қазір біреу айтса, Темірлан, Алматыда әжетханалар бар, үшін айына 10 миллион теңге айлық жуасың ба десе, жуасың ғой, пытырлатып тұрып. Мен көбірек жууға тырысамын, өйткені көбірек табуға, сүйіктісімен ұзағырақ айналысу үшін. Сол үшін андай бір сүйікті іс әрқашан күшті ақша келеді дегенде ақ келмеуі мүмкін. Оны да ескеру керек. Кейбір адамдар бар, исключение, сіз айтқандай, ол сразу миссиясын тапқан, бала кезде немен айналысатынын білген, бірден содан махаббат тапқан деген сияқты. Олар бірақ аз. Біз былай осы жақта Дэвид Эпштейн деген кісінің Дэвид Эпштейнді кім еді? Кітаптың аты қалай еді? Қазір бір секунд. Дэвид Эпштейннің «Обманутые опытом» деген кітабы бар. Сол жақта екі түрлі жолды алып келеді. Федерер мен кімді? Тайгер Вудс деген кісі бар, гольфист номер 1. Сосын Роджер Федерерді немесе Надальды алып келеді, мен есімде жоқ. Сол жақта Тайгер Вудс 3 жасында ма 4 жасында ең алғаш қолына клюшка алған ғой. Өмірінде гольфтан басқа нәрсені көрмеген ғой болды.
әкесі сол кезден бастап ұрғызған, ол настолько мықты, анау сол үшін гольфтың заңын өзгертіп жіберген, қатты ұра беретіндіктен несін кеңейткен ғой, гольфтың ауқымынша. Ал Надаль ма Федерер ме қазір есімде жоқ, тағы сол сияқты бірнеше нені алып келеді. Ол андай басында ананы көрген, одан кейін бокспен айналысқан, одан кейін қайтадан бүйткен, кәсіп айналысып көрген, қадалған, өйткен бүйткен, сөйтіп барып 18 ба 20 ма жасында барып неге келеді, теннисқа келеді. Бірақ екеуі де әлемде номер 1. Аяқта автордың айтқысы келіп жатқаны андай, әркімнің жолы әртүрлі да. Кей кезде сіз кейбір нәрсеге Ақжан Әлмашани деген де кісі бар еді ғой, бір қазақ кісі, әбжат ғылымы деген бар ғой, Құранды андай бір цифрлармен, мысалы там мына сүреде 7 аят бар, бұл әлемнің 7 бірдеңкесі дегенмен ұштастыратын. Сол кісі де араб тілін 70 па 72 жастан бастап үйрене бастаған деген бір факт бар да. Сөйтіп ары қарай бір 8 ба 10 жыл өмір сүрген, бірақ Қазақстандағы топчиктардың бірі болып кеткен деген сияқты ғой. Бірақ оның алдында басқа нәрсеге айналысқандардың барлығы негізі бекер болмаған. Мынаған деген жиынтығы ғой, накопительный эффект қой ол. Менде де болған, мен бұрын мектепте жұмыс жасап жүрдім. Сөйтіп ол жақта енді қанша жыл оқыдық, мамандықты магистратура оқыдық, мектепте істедік те, 7 жылдық, 8 жылдық бүткіл опытты тастап кеттім да, жұмысқа бардым. Жалдамалы болып. Ол жақта 5-6 жыл жүрдім да, 10 тастап кеттім. Сосын анда бардым деген. Соңында бүйтіп кәсіпке келдік. Сол кезде отырмын ойланып, ё-майо, сонда мен бір 15-17 жылым минус па деп ше. Сөйтсем, андай нәрсені үйренгенмін ғой. Мектепте құжаттарды үйренгенмін. Компанияда жүрген кезде переговорды үйренгенмін. Мысалы, жаңағы Достық Плаза немесе басқа бір сауда орталықтың адамдарымен деген сияқты. Одан кейінгі неде периодта адамдарды басқаруды үйренгенмін деген сияқтының барлығы келіп бүйтіп бір мені кәсіпке дайындап қойған сияқты бір бәле болған екен да. Яғни адамда тәжірибенің болуы маңызды. Мысалы қазір мынау тағы бір мәселені айтып өте салайыншы. Қазір андай навыктар бар, жылдам ақша табуға көмектесетін. Мысалы сен ешқандай неден хабарың жоқ, бірақ 3 ай 6 ай маркетингті оқып тезірек табысқа кіріп кетуі мүмкін. То есть осындай нелер салалар көбейгеннен кейін университет не қажет деген сияқты сұрақтар қоя бастайды. Мысалы университет оқып не істейсің, 4 жыл өмірін кетіресің, сосын ол 180-250 мың теңге айлыққа өмір сүресің ба деген сияқты. Или болмаса кейбір кісілерді мен естіп қалам, мектеп не үшін қажет? Мектепте мысалы бір пәнді оқытса болады ғой деген сияқты да. Мысалы бір жағынан план қойса болады ғой деген сияқты. Мектеп адамға логика қалыптастырады, адамның ойлануын. Университет мамандық бере алмаса да, негізі береді. Бірақ ол мамандық саған пайда бермесе де, бағанасы айтқандай іскерлікті үйретеді ол жерде. Адамдармен, мысалы, қоғаммен бірге өмір сүруді үйренесің. 100%. Қоғаммен компромиске келуді үйренесің, коммуникацияны үйренесің, конфликтті үйренесің. Оның берер тәжірибесі көп та, 6 айлықта ол нәрсені ала алмайсың. 4 жылдық өмірді сен сүруің керек ол жерде. Мысалы, 4 жыл сен жатақханада жатсаң вообще қызық десең ба? Иә. Қарның ашып. Ол жерде мысалға сен өз мүлкіңе ие болуды үйренесің, тоналғыштағы ет ұрланып кетпеу деген сияқты да. Старшактардан қашасың деген сияқты ғой, тыныш косякқа кірмеу үшін. То есть бұл нәрселер сенің алдағы өмір сүруіңе қажет болғандай, сенің мына қазіргі сәтсіздіктеріңде қажетті мына сіз айтып отқан нәрселер. То есть бұның барлығы қандай ғой, сенің пазлыңды құрайды. 100%. Сенің ол қателік болсын, егер сен одан дұрыс нәрсені көре алсаң, қателігінен, ол тәжірибе. Егер сен ол жерден дұрыс шешім қабылдай алмасаң, ол жердегі не үшін болған, қалай болған, алдағы уақытта ол қалай әсер ету керек екенін түсіне алмасаң, ол қателік. Мысалы мен көлікте ең жиі жасайтын нәрсем көліктің баллонын жарып аламын. Бұл менде қателік, мен әлі күнге дейін түсінбеймін қалай болатындығын, өзім таң қаламын. Қатты айдағаннан ғой. Жай айдап та не қылған кездерім болады. Бағандай ғой, мысалы, қатты айдаған кезде болады, келесі жай айдаған кезде де болады. Тас жолда бір рет қатты айдап жарғам, андай тастар көп жерде баллон жыртып алғам, келесі жай жүрген кезде де болады. То есть мен әлі бұның ілімін түсіне алмай жүрмін. Мысал ретінде да. То есть осындай сен ол жерден өзіңе бір тұжырым шығара алмасаң, кетеді. Жалпы бұл тақырыпта егер қорытындылауға да жақын қалды менің ойымша. Жаңа бірінен айта салайыншы, бізде енді пазлдың құралуы деген андай ғой. Бізде тағдыр деп бере салған ғой. Қандай күшті деймін андай. Исламдаша тағдыр да андай. Тағдыр. Бұған тағы да енді қазір андай бір қоғамға келетін бір видео айтсақ, онда Стив Джобстың Стэнфорд университетінің алдында, выпускниктардың алдында сөйлеген сөзі бар. YouTube'қа жазсаңыздар,
мантиямен тұрады, Стив Джобстың не знаю речь па солай деп жазып қойсаңыз. Сол жақта 3 нәрсені айтады. Соның бірі пересечение линий деген нәрсені айтады. Ол да осыны айтады, яғни универге түскен, сөйтіп өйтіп шығып кеткен, үйіндегілер ренжімесін деп өтірік бір қосымша неге барып жүрген, андай бір бояйтын графический сабаққа сол жақтан ақша алып алған, галочка үшін барып жүрген графический сабаққа, сөйтіп соңында бұл не етеді ғой, Apple шығарады ғой, Macintosh'та. Сөйтіп мен Macintosh'та шығардым, получается менен Стив Джобс ұрлады деп айтады, краскаларды, алғашқы шрифттарды, оны бұл анау оқудан шығарып жүрген кезінде үйдегілердің ұят болмасын деп графический неге барып жүрді ғой, сол жақта алған нәрсесін аяқтан еткен ғой. Сосын анау айтады, енді ойлаңдаршы дейді, мына менің оқудан шығуым өйтіп оқуымның өзі бүткіл әлемде осындай компьютердің және де соның ішіндегі краскалар мен шрифттардың несіне алып келді дейді, ойлап табуыма. Ол енді бір өзінің сәтсіздіктерді бекер емес. Европалық бір көзқарасымен айтады, бірақ айтайын дегенім сол видеоның тағы екі нәрсені айтады, ол жақта қызық. Өлім жайлы айтады, сол мақсат, миссияны табу жайлы. Ракпен ауырды ғой кісі, сол кезде өлесің деген хабар келген кезде өмірі қалай өзгергендігін, приоритеттерді қалай бөле бастағандығын жайлы айтады. Оны да бір қарап көрсеңіздер. Бағана тағдыр деген нәрсенің несін анықтап кетсек, тағдыр не үшін бар? Мендегі білімменен, егер мен қазір айтатын пікірге исламтанушылар, ұстаздар, ағаларымыз қателік көретін болса, Reels'та немесе YouTube'та мына жері қате болды бұл жігіттікі деп шығарса, мен ренжімеймін. Өйткені бұл жалпыға кеткеннен кейін, бұның, яғни менің қатем жалпыға кеткеннен кейін, бұның дұрысталуы да жалпылай болу керек. Мысалы мен көркем мінезбен жекеме ескертсе болатын еді ғой деген сияқты ренжи алмаймын. Мәселе сол үшін беймарал. Тағдыр біріншісі өткенге өкінбеу үшін, қайғырып мен былай істеймін, тағдыр жазылған ба, болу керек болды ма, болды, окей. Болашаққа алаңдамау үшін, енді не болады демеу үшін. Қазіргі сәтке жұмыс жасай ма, жасайды, бірақ қазіргі сәтке тағдыр керек па, жоқ. Қазіргі сәттің ілімі, білімі керек. Яғни ол болашақты алаңдатпау керек, бірақ тағдыр болашаққа жұмыс жасамайды. Тағдыр болашаққа сол нәрсенің ілімі керек. Мен бұны Инстаграмға Reels ретінде шығарғам. Яғни мен көлік айдап бара жатқан кезімде айтам да, тағдыр өткенге жұмыс жасайды, болашаққа қазіргі сәтке жұмыс жасай ма, жоқ. Қазіргі сәтке маған не керек? Маған көлік айдаудың ілімі керек, білімі керек. Айдайма 180-ге бассаң, тағдырың өлім дейсіз. Иә. Сен өзіңнің тағдырыңды ілімсіздікпен солай не аласың да. То есть, ол да тағдыр, алдын ала жазылған. Алдын ала ол Аллах Тағаланың ілімі. Яғни Аллах Тағала сен былай істейсің, сен былай істейсің деп жазбаған. Аллах Тағала әркімнің қандай шешім қабылдай алатындығын білген. Яғни ол қабылдайтын шешімді алдын ала өзі үшін жазып қойған. Шешім қабылдау бірақ біздің олды. Иә, ол адамның өзінің еркінде. Аллах Тағала адамға ерік берген, таңдау еркін берген. Сол үшін не үшін айтып жатырмын? Миссиям таппай жатырмын деп. Одан кейін екінші мәселе, тағдыр болса табамын ғой деп жатып алмау керек. Сол үшін айтып жатырмын бұл нәрсені. Одан кейін екінші мәселе бар. Ақымақтық пен еріншектігін тағдырға жаппасын дейсіз бе? Иә, ислам андай. Мысалға тағы бір мәселе бар. Кейбір кісілер бар. Исламда кедей болуды артығырақ көретін кісілер бар. Олар жалқаулар. Енді қазіргі заманда Құдайға шүкір азайды, бірақ бұрынғы кезде болатын ауыл имамдарының қасына қосылып алады да, солармен бірге құдай тамақ жүреді, өзінің қарны тоқ, бірақ бала-шағасы үйде не жеп жатқанын білмейтін кісілер болған. Сөйтсе ол айтады да, ислам кедейлікті құптаған, жұмыс жасай беру, бұл дүниемен араласу, фитнаға кіріп кету, құдайдан алыстатуға алып келеді деген сияқты өзінің бір идеологиялары бар. Сол идеологиялармен жүреді. Ол жақта не үшін жүр? Имамның қасында, молданың қасында қарны тоқ болған үшін ғана жүрді ол жерде. Яғни еңбектенбей жақсы тамақтана алады. Жұмыс істесе ол жерде ол тамақтана алмай қалуы мүмкін. То есть қазіргі сәтте де сондай болуы мүмкін. Ондай бір бұл көбінесе жаңадан дінге келген, жаңадан намаз бастаған кісілерде көрінетін нәрселердің бірі. Ол адамдарда яғни аскеттік дүниеден бас тарту, дүниеге қызықпау деген нәрсеге басым болады. Шариғат не дейді? Ол дүниені қолда ұстауды кеңес береді. Яғни жүрекке кіргізіп алмау мәселесін. Сол үшін бұлардың барлығын шатастырып алмау керек адам өмір сүру барысында. Яғни ол
өмір сүріп жатқан кезінде исламмен танысуы мүмкін, немесе намазбен танысуы мүмкін, немесе иманның жаңа қырымен танысуы мүмкін, иманның ләззатын сезініп көруі мүмкін. Іліммен бастау керек ол жолдарда да. Өте қауіпті нәрселер. Яғни жаңа цитата іздеген таппай қойдым ша. Бірдеңкеде бірақ тапқандар іздегендер деген бір цитата бар еді ғой. Естіген, бірақ есімде жоқ. Сол менде де мына. Іздегеннің бәрі таппайды, бірақ тапқандар іздегендер ме еді, сондай бір. Миссияға байланысты айтып жатқаным ғой, әрекетке байланысты. Миссияға қатысты енді просто миссиямен андай тақырыпты былай ашқым келіп тұрған жоқ. Мысалы кітаптарменен өте үлкен тақырып қой миссия деген. Тәжірибелермен емес, андай қысқа нұсқа жолдарын көрсеткім келіп тұр да, балама жолын. Өйткені бұл жолдан өткенбіз, мысалы миссияға қатысты бірнеше кітаптар оқығам, курстар қарағам, подкасттар тыңдағам. Түбінде мен түсінген нәрсем, әрекет ете берсең көреді екенсің ғой. Яғни әрекетпен тоқтайды деген сияқты да, өзі бір белгілі бір дәрежеде адамды тәжірибе ілімге алып келеді. Ілім бағанағындай умение алып қалып барады, и солай қалыптасып кетеді. Яғни продуктивность дей ма, өнімділікті түсіріп алмау. Менің айтарым осыменен тәмам. Мен қорытып жіберейін. Қорыта келгенде миссия бәрінде болуы шарт па? Шарт емес, иә? Немесе әркімдікі әртүрлі деңгейде болуы мүмкін. Это нормально. Яғни барлығын мен әлемді өзгертем деген болу шарт емес. Біреуде миссия болуы мүмкін, бір баламды жақсы тәрбие берем. Немесе қоғамға зиянымды тигізбеймін деген сияқты бір өзіне ғана. Это нормально. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, миссия жол жөнекей өзгере ме? Өзгереді. Өйткені жаңағы кітаптың өзі андай ғой, 10 жасыңда оқысаң басқаша эмоция береді, 20 жасыңда ол кітапты басқаша түсінесің деген сияқты. Әр жасқа сай өзгеріп отыруы мүмкін ба? Мүмкін. Немесе ұшталып, Марғұлан ағамыз айтқандай анығырақ болуы мүмкін ба? Ол да мүмкін. Миссияның мақсаттарының бірі жету емес, ол бағдар. Соның жолында жүру. Одан кейінгі момент, миссия өзіңе ләззат беріп күнде таңертең оятса, нормально. Иә? Біздің қажет біреудікін алып алу. Одан кейінгі момент қорыта келген кезде ол талғам сияқты. Кейбір адамдар бар, өте аз пайыз бірден нені жақсы көретінін бірден табу мүмкін. Көпшілік ол жүре табуымыз мүмкін. Миссияны точка А деп қарамаймыз, точка Б деп қараймыз. Бірінші тауып аламыз, сосын соның жолында айырам емес. Бірінші жолға шығамыз, жол жөнекей табуымыз мүмкін. Жолға шық, жол өзгерсе. Талғам сияқты, бағана айтқандай, тамақ сияқты, мынаннан дәмін көрсеңіз, осының іштен таппасаңыз ең болмаса варианттар азаяды деген сияқты. Мен ұнамайтын біліп аласың. Иә. Одан кейінгі момент тағы не болды қорытындыда? Мына нәрсені айта салайыншы, сөзіңізді бөліп жібердім, ойыңызды бәлкім жинақтап аласыз осымен. Неге бағана айттық қой, неге миссия тақырыбында көп адам сөйлейді дедік қой. Себептердің бірі, мысалға 1-ге 1-ді қосса 2. Оннан 5 алса 5. Бұл анық көрсеткіштер. То есть ешкім көшеден келіп жаңалық аша алмайды. Оннан 5 алса 4, 1-ге 1-ді қосса 3 деп айта алмайды. Яғни бұл логикалық келісімге келген нәрсе. Ал миссия тақырыбында, психология тақырыбында, даму тақырыптары, яғни математика сияқты анық көрсетілмеген. Индивидуалды ғой әр адамға. Иә, әр адамға әртүрлі жүреді. И сол үшін бұл жерде әркім өзін сөйлеуге құқылы деп біледі, и сөйлеген сөзін ақтай алады. Қате болса да, бірақ мен үшін қате. Гитлердің да миссиясы өзі үшін позитивный болды дейсіз ғой. Иә, ол өзінікін ақтай алды да, мысалы, өзінікін орыс тілінде айтқанда обосновать етіп бере алды. Не үшін жасап жатқандығын. Бірақ осы жерден шариғаттың шеңберінде болған дұрыс деп қойған дұрыс шығар. Иә, мен біреуге пайдаң тимесе де хотя бы зияның тимеуі деген сияқты ма екен. Бұл жерде сол ғой, мынау әркім әртүрлі тақырыппен ашу мүмкін. Мысалға, не үшін айтып жатырмын, біреулер айтады, андай бір жұлдыздар іліміменен тап деуі мүмкін, мысалға да. Біреу суицаймен тап деуі мүмкін. То есть табудың да бағана неше түрлі әдісі бар, бірақ егер өзін мұсылман деп білетін кісілерге ғана бұл сөзім, яғни мен мұсылманмын, Құдайға сенем, пайғамбарға сенем, ақырет күніне сенем, қабірге сенем дейтін кісілерге шариғаттың шеңберінен шықпай өз миссияңды іздеген дұрыс. Екінші мәселе, таба алмасаң, бірақ Құдайдың алдында 5 парызың түгел, бағасы айтқандай ешкімге зияның жоқ, адамдарға пайдалы болып өмір сүріп, бұл өмірден өтетін болсаң, ақыретте Құдай сенен не үшін миссияңды таппадың деп сұрап жазаламайды. Өйткені бұл хадисте, аятта келмеген. Менікі тамам.
болды сол. Одан кейін жаңа тағы есіме түсті, бір жастық белгілі жасқа дейін көру, ары қарай жауапкершіліктер пайда болса, онда істеп жатқан нәрсеңді сүйе алу, бұл есейгендіктің белгісі, белгілі бір деңгейде. Өйткені адам мындай мән мағына беріп үйренбесе, мәнді бір нәрсені таптым дегеннің өзінде ол рутинаға айналған кезде оның мәні кетіп қалады. Ол сен рутинаға айналған кезде кез келген нәрсені қашанғы тастап жаңа нәрсені көре бересің деген моменттер жетеді. Сол одан кейін тағы бір түсінетін нәрселердің бірі, енді бәрібір түбінде андай нәрсе ғой, біздің табиғатымыз сондай. 50% адам алғаннан бақытты болса, негізі 50% бергеннен бақытты болады. Оны да ескеру. Бірақ әркім әртүрлі нәрсе береді. Біреуге тек көңіл күй сыйлауы мүмкін, біреу садақасын беруі мүмкін, біреу ақыл айтуы мүмкін деген сияқты. Біздің бір ағамыз кәсіпкер, танисыз енді, ортақ, сол кісі ақшаны қатты жақсы көремін деп айтатын да, бірақ өзінен қатты құртпайды. Сол кезде барып не үшін жақсы көрсің деп сұраған кезде, сен осы арқылы жақындарыңа, мұқтажға көмектескен кездегі олардың көзіндегі қуанышын, айтқан рахметіндегі ләззатты сезініп көре алмадың ғой дейді. Оны көрсең, наркоман боласың оғанда деген сияқты ғой енді. Ол кісінің ләззаты сондай. Сондықтан оны кім айтқан есімде жоқ, бірақ сол 50% алудан 50% беруден тұрады дейді. Бақытты болу, бірақ 50% беру, ол енді адам өзі алып болған соң ғана болады да, андай алмағаш өспей жатып жеміс бере алмайды ғой. Сондықтан өзіміздің кейбір базалық нәрсемізді жаба алмай жатып, өзіміздің отбасымызды ашып отырып, мына жақта беремін деу, енді ол да кішкене орынсыздау болып қалады. Сол үшін кішкене приоритетке бөліп алу керек дегендей. Миссия тақырып жаңағыда өте үлкен, бірақ енді өйтпейтіп бір қысқаша тоқталып өтті. Қызық болып жатса, ары қарай енді астағы адамдар комментарий жазар, тағы да бір подкаст түсірсек болады. Ашып ғалымдардың сөзі, миссия дегеніміз не, предназначение дегеніміз не, мақсат дегеніміз не, миссионер деген де сөз бар ғой, білетін шығарсыздар, кезінде бір дінді насихаттауға жіберуші. Ол дегеніміз не деп әрқайсысына кірсек болады. Оны қалай жүргіземіз, қалай бекітеміз деген сияқты. Қазір жалпылама. Жалпылама, иә, бүйтіп жағасынан бүйтіп қарап шығайық, дұрыс па, Сәке? Болды. Осымен тамам. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва салату ва саламу аля расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Амма ба'д. Аман болыңыздар.